Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Жеңгемнің ессіз қылықтарын ағама айтар-айтпасымды білмеймін. Мен ағамның қолында тұрамын. Ағам іссапарға өте жиі шығады. Шет елдерге де көп барады. Жұмысы солай. Сол кездері жеңгем үйде қызымен жалғыз қалады. Сондықтан ағаң іссапарға кеткенде жеңгеңнің қасында боласың деп мені ауылдан арнайы жіберген. Сөйтіп бір жылдан бері астаналық болдым. Ағамның жұмысы жақсы. Бұрын Алматыда тұрды. Былтыр жұмысы Астанаға ауысты. Астанаға келген соң 4 бөлмелі үй сатып алды. Ағамның табысы жақсы болған соң Астанаға келгелі жеңгем жұмыс істемейді. Негізі жеңгем өте жақсы адам. Ағамның ауылдағы ата-анамызға көмек бергенін де тарынбайды. Маған да қажет нәрселерімді әперіп отырады. Былтыр алғаш осында келгенде бастан аяқ киіндірді. Қымбат ұялы телефон, ноутбук әперді. Қажетіңе жаратарсың деп үнемі ақша беріп тұрады, қолы ашық. Ешқашан маған ұрысып көрген емес, бірақ кейінгі кезде жеңгемнің бойынан бөтен қылық байқап жүрмін. Ағам іссапарда болғанда жеңгеме біреу телефон соғатын болып жүр. Сол белгісіз біреуден күдіктеніп, өйткені ондай кезде жеңгем бөлмесінің есігін жауып алып сөйлеседі. Бірде шыдай алмай ақырын тыңдадым. Телефоннан біреуге жаным сағындым деген сөздерін естіп қалдым. Оған қоса ағама іссапарға кеткенде құрбыларымен кафеге барып қайтамын деп қызын маған қалдырып 3-4 сағат жоқ болып кететінін шығарды. Үйге бір құшақ гүлмен оралады. Әрине мен гүлді кім сыйлайды деп сұрай алмаймын, бірақ сол гүлдің тегін емес екенін ішім сезеді. Бірде жеңгемді біреудің машинамен әкеліп тастаған терезеден көрдім. Сол көлікті кейін де байқадым. Соған қарап жеңгем біреумен көңіл жарастырып жүр ме екен деп те ойлаймын. Менің бұл күдігімді тағы бір екі жағдай күшейте түсті. Бірде жеңгемнен дүкен аралап жүргенбіз. Ту сыртынан бір жігіт келіп, жеңгемді құшақтай алды. Жеңгем менен ыңғайсызданып қалды. Тағы бірдеңе бүлдірмесе деді. Жалма-жан, мынау менің қайын сіңлім деп мені таныстырды. Сосын сендер жүре беріңдер, мен қазір барам деп жігіттің қасына қалып қойды. Бірақ жеңгем көп бөгелмеді. Келе сала менің мектепке бірге оқыған сыныптасым ғой. Мектепте солай болатын, әлі балалығы қалмапты. Жөнсіз қалжыңдай береді деп ақталғандай болды. Бірақ менің ішіме күдік ұялады. Осыдан 2 айдай бұрын менің күдігімді еселей түскен тағы бір оқиға болды. Ағам іссапармен шетелге кеткен болатын. Үйде өзіміз ғана қалғанбыз. Түнде біреулердің сөйлескен даусын оянып кеттім. Ағам келген екен ғой деп ойлап бөлмемнен шықтым. Ойымда ештеңе жоқ. Жеңгемнің дауысы ас бөлмеде шыққан соң солай қарай бардым. Ас бөлмеде өткенде дүкенде кездескен жігіттің отырғанын көріп мен абдырап қалдым. Мені көріп жеңгем де тосылып қалды. Бір сәтке үнсіздік орнады. Маған қарағанда жеңгем тез есін жиды. Бұл менің сыныптасым ғой. Өткенде дүкенде танысып едіңдер ғой. Бір тығыз шаруамен келген соң қазір қайтқалы жатқан деп жүріп шайып жатыр. Сол кезде барып есімді жидым. Кері бұрылып бөлмеме кіріп кеттім. Ертеңіне жеңгем, сен жаман ойлап қалып жүрме, ол шынымен де менің сыныптасым. Бауыры полицияға түсіп қалып, шұғыл түрде ақша қажет болып бізге келіпті. Басқа барар жері болмапты. Адамның басына іс түскенде көмектесу керек қой. Азық-түлік ақша бердім. Сонымен бауырын шығарып алыпты деді. Әрине мен жеңгемнің айтқанына сенгенім жоқ. Жеңгем сөзін одан әрі жалғап, бұл туралы ағаңа айтпай-ақ қой. Біреуге ақша бергенімді білсе ренжиді. Болмашы нәрсеге бола анық көңіл күйін бұзбай-ақ қояйық деді. Мен үндеген жоқпын. Өйткені не деп жауап беруді білмедім. Сондықтан сіздермен кеңесуді жөн көрдім. Көрген білгенімді ағама айтуым керек пе, жоқ әлде менің орынсыз күдік пе? Орынсыз күдігімді ағамның отбасына ойран етіп жүрмеймін бе? Ерлі-зайыпты адамдардың арасына түсіп келгеніме дұрыс па? Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Не деп айтарымды білмеймін.